Мен оның орнына отыра беріп, Меңтай ойының зеректігіне таң қалдым. Меңтайдың жаңағы айтқан «Ағай, жауды тезірек жеңіп оқуға келсем, біз сияқты қарындастарының қасында отырсам» деп талай рет арман еткен шығар дегені. Оның алдында айтқан алыста отырып лекция тыңдау ауыр екендігі, алдымен оқытушының үніне құлақты үйрету қажеттілігі туралы пікірлері, бәрі менің ойым. Сонда осы қыз алдыңғы лекцияда ештеңе жазбай, әлде бір әдіспен тек қана менің ойымды тыңдап отырғаннан сау ма екен өзі деп, оған қымсына қарап қойдым. Қыз жай ғана жымиып, парта қуысындағы дәптерін, сиясауытын, қаламын бір-бірлеп шығарып, жайлап алдына қоя бастады. Оның парта үстіне қойған дәптерінің мұқабасындағы жазуға көзім түсті. Онда былай деп жазылған екен: Қазақ тілі, Қазақ мемлекеттік университеті, тарих филология факультетінің 2-ші курс студенті Ербосынова М. Мен Меңтайдың фамилиясы Ербосынова екенін осы арада білдім. Ол дәптерінің беттерін парақтап ашқанда, өткен лекциядан маржандай тізілген айқын әріптермен шақпақ жолды 3 бетке толтыра конспект жазып алғанын көрдім. Бәсе, ішіндегіні біреу қайдан білсін, деп ойладым тағы да. Өзінің зеректігімен мен ойлаған ойдың үстінен түсіп жатқан шығар. Дегенмен, бұл қыздың аузынан шыққан қарапайым сөздердің өзі мені сары алтынның буындай балқытып бара жатқаны, тегі оның өң сұлулығынан ғана емес, осы ой зеректігінен де болар. Қазақ тілінің оқытушысы біраз кешігіңкіреп келіп сабағын жалғастырды. Жақыннан қарағанда ол құс мұрындығының үстінде мүлде шүңірек көз кісі боп шықты. Менің алыста отырып, оны бүркітке ұқсатқаным тіпті дұрыс болыпты. Сабағын бастай бере, ол 2-ші партада жапалақтай жарбиып отырған маған көз тоқтатты. Сіз қайдан келдіңіз? Аты жөніңіз кім? Деді оқытушы маған қарап. Партаны салдыр-күлдір еткізіп, мен орнынан атып тұрдым. Керзі етіктің 2 басы бірімен бірі сүзіскен бұзаудай болып сарт ете қалды. Оң қолымды шожаң еткізіп жоғары көтере бердім де, жалаңбас тұрғаным есіме түсіп, жалма-жан жамбасыма жапсыра қойдым. Бағанадан бері оқытушының аты жөнінде сұрамаппын. Не де болса деп бұрынғыша тарта бердім. Жолдас оқытушы, алдыңызда тұрған аға сержант Есенов Ербол. Демобилизация мен әскерден қайттым. Университетке оқуға келдім. Қыздардың бәрі қыран күлкі болды. Оқытушы да күліп жатыр. Тек Меңтай ғана дыбыс шығармай езу тартты. Онысында тез тия қойып маған қарай жақындаңқырап, ағай, сержант емес, студент деп айтыңыз деді. Жұрт осыған күлген екен ғой дедім де, шапшаң қатемді түзетпек болып, қыздардың күлкісі тоқтала бергенде, той студент Есенов Ерболмын, дедім ыржиып. Қыздар бұрынғыдан бетер сықылықтап күлді. Күлсе, күле берсін, қыздардың күлкісі маған майдай жағады. Өйткені олар немістердің 6 стволды минометінің абалап келіп ажал шаша алды артымда жарылып жатқан миналары емес. Мен қазір тірі дүниенің тозағынан шығып пешке келіп тұрғандаймын. Сондықтан осынау хор қыздарына қосылып өзімде еріксіз күлемін. Бір кезде күлкі басылды. Оқытушы оң жағына бұрылыңқырап, қалтасынан орамалын алып көзін сүртті. Тегі мені орнына отырды деп ойлады ма, әлде маған қарасам күліп қоярмын деді ме, білмеймін. Оқытушы сол қырын қараған күйі сабағын бастады. Ал мен отырғаным жоқ. Отырмағаным, әскерде ондай тәртіп жоқ. Шені кіші адамдар аға командир рұқсат еткенде ғана орнына отырады. Бұл жерде оқытушы аға командир есебінде. Ендеше мен ол отыр демей, орныма жайғасуыма тиісті емеспін. Өстіп өзімнің тәртіптілігімді танытпақ болып қалшиып тұрмын. Меңтай маған сыбырлап, отырыңыз деді. Тәртіп солдат қалай отырады? Ал мен оқытушының әскерде болмағанын, әскер тәртібінің иісі мұрнына да бармайтынын қайдан білейін? Мен одан сайын 2 жамбасымды қаттырақ қысып сіресе түсемін. Қыздар күлкіге булығып, тағы сықылықтай бастады. Тіпті болмаған соң Меңтай мені гимнастеркамның етегінен тартып өзіне қаратты да, отырыңыз деп жалынғандай болды. Мен қыздың көңілін қимай отырайын деп ойладым да оқытушыға қайта қарадым. Ол алдында конспектісіне үңіліп, сын есім туралы лекциясын төпелеп жатыр. Мен жаққа ақы берсең де бұрылатын емес. Бірінші рет әскер тәртібін бұзып, амалсыздан отыруыма тура келді.
рұқсатсыз отырғаныма, бейне бір намазым қаза болған молдадай ішімнен бұрқылдап құсмұрын оқытушыны кінәладым. Дегенмен ол мен жаққа бұрыла қалса, тез орнымнан атып тұруға және әзір болдым. Осы кезде ол көзін менен асырып, арт жаққа қарады. Оқытушы маған назар аудармаған екен деп, ебелең етіп ұшып тұра жаздадым. Менің мұныма Меңтай амалсыз жымиып, ақырын ғана бас шайқады. Әскерде сүйекке сіңіп кеткен тәртіпке байланысты осы қылығымнан мен кейін қатты ұялып жүрдім. Оған мынадай тағы бір себеп болды. Сол күннен кейін іле-шала Тәкеннен хат алғанмын. Ол былай деп жазған екен: «Ербол, аманбысың? Оқуға түскеніңе қуанып жатырмын. Сенің түсетініңді білгенмін. Мен де аманмын. Өзім келген күннің ертесінде-ақ бір асауға болғалақты тастап кеп жібергенмін. Бірақ әлі құлағына қолым тиген жоқ. Ноқатыны ыңғайлап ұстап, жалын сипалап, жақындап келемін. Әлде қашанақ тұқыртын алатын едім, өзімнен болды. Өйткені келген күні мен оның шешесін өлтіріп ала жаздаппын». Әңгіме былай: ауылдың үлкен кішісі біздің үйге маған сәлемдесуге келіп жатты. Мен де оларға әскери тәртіппен ізет көрсеттім. Келгендерде не қолымды алмақ болып, не бетімнен сүйге ыңғайлап, төрде отырған маған қарай ұмтылады. Мен орнымнан атып тұрамын да, оң қолымды сарт еткізіп шекеме көтеріп, «Здравия желаю, старший сержант Майшанов» деп қатты айқайлап, қаққан қазықтай боп бажырая қаламын. Міне, осыған соғыс көрмеген су жүрек 2-3 жаман кемпір шалқаларынан түсе жаздап талып қалған болатын. Жұрт олардың бетіне су бүркіп жатқанда, әкетіңдер Сантротаға апарыңдар, деймін ғой баяғы. Өйткені маған сәлемдесуге басқа да жұрт келеді. Кемпірлерді төрге серейтіп салып қойып отырайын ба сол? Құдай ұрғанда, жаңағы талып қалған кемпірлердің бірі мен жақсы көрген қыздың шешесі болып шықпасы бар ма? Алыстан ажалдың аузынан қайтқан бала ғой деп, емірене еңкейіп құшағымды жая бергенімде, төрде тып-тыныш отырған Алпамсадай жігіт алақ-жұлақ етіп атып тұрды. Кеудесіндегі теңгеліктері диуананың асасындай салдыр-салдыр қағып, әкесінің атына әлде бір түсініксіз сөздерді қосып, арс-арс ете қалғанда иманым ұшып, жүрегім жарылып кете жаздады. «Мен ондай диуанаға қызымды бермеймін» деп айтады екен сол кемпір. Диуана деп отырғаны мен, тапқан екен диуананы. Біздің жағдай осы, бірақ кемпірдің қарсылығына қарамастан атаканы күшейтіп жатырмын. Сен өзіңде сыпайсың ғой, дегенмен осындайдан сақ бол. Әскердің заңы ауылға жарамайтынын байқап қалдым. Жақсы көрген біреуің болса, маған ұқсап үркітіп алып жүрме. Ал мен болдым. Қанды көйлек досың Тәкен. Хатты оқып алдымен шек сілем қатып күліп алдым. Артынан өзімнің алғашқы лекцияда «Аға сержант Есенов» деп орнынан атып тұрып, одан соң рұқсатсыз отырмаймын деп қалшиып тұрып алғаным есіме түсіп, кірерге тесік таба алмай өз-өзімнен қысыламын келіп. Дегенмен әскерден қайтқан адамның бойындағы бұл қасиетті сөлекеттерден көлденең жұртқа күлкілеу көргеніммен, әскер тәртібінің осылай сүйекке сіңісті болып, көпке дейін көңілден кетпегеніне өз басым бір себептен өкінбеймін де. Өйткені сүйекке сіңбеген тәрбие емес, тәртіпті ынтымақты әскер ғана жауынан жеңілмейді. Меніңше осы күнгі жастар тәрбиесі 3 бөлімнен тұрады. Ол отбасы, мектеп және әскери өмір. Осы 3 тәрбиені өз бойына дұрыс сіңіре алған жас адам жақсы азамат. Ондай ұрпағы бар отан, ұлы отан. Оны ешқандай да жау ала алмайды. Жә, мұның өзі бүйректеу әңгіме болып кетті-ау деймін. Енді оны қойып, әлгі аудиторияға қайта оралайын. Иә, мен орныма отырғаннан кейін қыз ақырын ғана жымиып, білінер-білінбес етіп басын шайқады ғой деймін. Онысы Меңтайдың мені жазғырғаны ма, әлде жақтағаны ма, аңғарғаным жоқ. Бар байқағаным, қыз сыпылдатып өз дәптеріне тағы да жарты беттей жазып тастаған екен. «Ағай, 3,5 беттей орын қалдырып, мына жерден бастап маған ілесіп жаза беріңіз» деп Меңтай сол қолымды шынашағымен өзі дәптерге енді түсіре бастаған сөйлемді нұсқады. Қыздың шынашағы әппақ, жұп-жұмыр екен. Одан озыңғы өзге саусақтар әсемдігі, әдемілігімен және жан күйдіреді. Әттең мына саусақтарды шөлпілдетіп сүйер ме едім? Тым болмаса ақырын ғана сыртынан сипар ма едім? Деп кәмпит көрген баладай жұтынып, телмірді де қалдым.
менің сұқтанып отырғанымды сезді-ау деймін. Қыз дәптерінің шетін басып тұрған әсем саусақтарын ақырын ғана жұмып жұдырығын түйіп алды. Жас баланың жұдырығындай сүйкімді сол бір жұдырықты жұтып қояр ма еді деп мен оған да қызыға қарадым. Оң қолымен сыпылдата конспект жазған қыз жаңағы жұмған жұдырығын дәптер шетіне сәл ұстап отырды да маған сездірмеуге тырысып, сол қолын жайлап тартып алып төменге түсірді. Алақанымен сипалап партаның қуысынан бірдеңе іздеген сияқтанды. Онысы менің көзімді тайдыру үшін жасаған қулық-ау деймін. Өйткені сия сорғыш іздеді ма дейін десем, онысы дәптерінің үстінде, оң қолының астында жатыр. Бір минут қана осы арада бір көлденең әңгімеге тоқтай кетейін. Лекция жазып отырған кезде қол терлейтін, ал қағаздың тер тиген жеріне сия жайылып кететін. Өйтпес үшін оң қолдың астына сия сорғыш не бір басқа қағаз төсеп отыру керектігін мен кейін Меңтайдан үйрендім. Меңтай үйреткен осы әдіс маған өмірлік айнымас әдет болып кетті. Күні бүгінге үйде я кеңседе отырып газетке мақала немесе очерк жазғанымда бір бет ақ қағазды алып ортасынан бүктеймін де оң қолымның астына салып, әр жол жазған сайын оны сол студент күнімдегі сияқты төмен қарай сырғытамын да отырамын. Ал аудандарға командировкаға шыққанымда шақтап қойын дәптерімнің ішіне де сондай бөлек қағаз салып аламын. Неге десеңіз, мен қолжазбаларымды қойын дәптерге тек қана сиямен толтырамын. Қарындашқа сенбеймін. Қарындаш тұрақсыз әйел сияқты, жазғанын қазір бадырайып тұрғанымен біраздан соң із-түссіз болып өшіп қалады. Иә, кейде осындай қағазды ортасынан бүктеп немесе қойын дәптеріме шақтап кесіп жатқанымда ойыма Меңтай түседі де, жақсы көрген жаныңның үйренген әдет жадыңнан шықпайды екен-ау деп қоямын ішімнен. Жә, енді жаңағы жерден қайта сабақтайын. Сиясы алдында тұрған, сия сорғышы оң қолының астында жатқан қыздың партаның астынан басқа еш нәрсе іздей қояр жөні жоқ еді. Тегі Меңтайдың мұнысы қолыма қарама дегені шығар дедім де мен лекция жазуға ыңғайландым. Гимнастеркамның омырау қалтасынан бір басына сол кезде 86 аталатын қаламұш сұғылған қаңылтыр қаламымды қолыма алып, Меңтайдың сиясынан жазуға ыңғайландым. 4 жыл бойы майданда санаусыз солдат, сансыз техника, қаптаған қала, деревняларды толассыз жалмап отырғанның үстіне арттағы елде көзге көрінген дүниенің бәрін түк қалдырмай қылғып жұтып келген жебір соғыстың жойылғанына жарты жыл ғана толған кезде студент үшін бір сауыт сияның қасқалдақтың қанындай қымбат қазына екенін мен артынан білдім. Қасына өзі шақырып әкелген қыздың сиясы да ортақ шығар деп қолымды соза бергенде-ақ Меңтай, жазыңыз дегендей басын 2 рет изеп ишара білдірді. Сонда ғана менің бәләй рұқсат сұрауым керек еді-ау деген сөз ойыма келді. Жаманның ақылы артынан түседі деп маған осындай жақсы ойлар ылғи кейіннен келеді. Енді қайтадан рұқсат сұрап жатудың реті жоқ. Не де болса қаламымды Меңтайдың сауытына батыруға ыңғайландым. Сөйтсем сия сауыт деп мардымсып отырғаным бармақ басындай ғана шүршеген шиша екен. Оның қай жерінде сия тұрғанын бір Құдайдың өзі білсін. Бұл пәлені аударып аламын ба деп қолым дірілдеп, оның тар аузынан қаламымды әрең дегенде бір батырып алдым-ау әйтеуір. Ал Меңтайдың қалам ұстаған қолы тары шоқыған торғайдай болып, сия сауыттың аузын жып-жып еткізіп тез-ақ табады. Қойшы, қыздың сия сауытына сығалап отырып, қаламымды 2-3 рет сұққаннан кейін ептеп менде жыпылдата бастадым.